Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сәрсен Жақсыбай. Мен Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының 24-ші мектеп-лицейінің 10 сынып оқушысымын. Менің номинациям мен Қазақстан азаматымын. Ал таңдаған тақырыбым Қазақстанда этносаралық және таралықтық болып табылады. Қазақстанда этносаралық таралықтық қазақ жаһан жағдайында өте өзекті. Сондықтан таралықты дамыту елдің тұрақты дамуының маңызды шарты болып табылады. Көпұлтты қоғамда бейбітшілік пен тұрақтылық этносаралық келісімге тікелей байланысты. Этнос дегеніміз ол ортақ тілі, ортақ мәдениеті, ортақ дәстүрі, ортақ тарихы, ортақ ұлттық құндылығы бар адамдардың қауымдастығы. Жалпы Қазақстан әлем бойынша ең көп этносы бар мемлекеттердің қатарына жатады. Жалпы Қазақстанда 130-дан астам этнос өкілдері бар. Олардың барлығы бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп келе жатыр. Әр этнос еліміздің байлығы және мәдени әртүрліктің негізі. Әртүрлі қоғамның дамуына оң әсер етеді. Жалпы Жаңаөзен қаласында көптеген этнос өкілдері бар. Соның бірі Корей этнос өкілі Константин Киммен кішігірім сұхбат. Бұл сұхбатта ол 57 жаста екен және 30 жылдан астам Қазақстанда тұрып келе жатқанын атап өткен болатын. Жалпы оның Қазақстанға тигізген пайдасы ол технология жағынан, яғни ол компьютер, принтер және басқа техника бойынша соны жөндеумен айналысады. Ал келесі Африка этносымыз Джейн. Ол Джейн 29 жаста. Ол Қазақстанда, Жаңаөзен қаласында 2019 жылдан бері тұрып келе жатыр. Ол Африка елінің тумасы болса да, Жаңаөзен қаласында ол Африкада жүрген секілді сезінеді. Өйткені Жаңаөзен халқы өте бауырмал, қонақжай болғандықтан ол жақсы қабылдай білген бұл Джейнді. Жалпы оның Қазақстанға тигізген пайдасы Жаңаөзен қаласында білім атты оқу орталығында ағылшын тілінен қазақ балаларына дәріс береді. Қазақстандағы бірлік. Қазақстанда түрлі ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүреді. Елімізде халықтар арасында достық, өзара құрмет пен келісім қалыптасқан. Мемлекет этносаралық бірлік пен тұрақтылық үнемі қолдап отырады. Бұл еліміздің бейбітшілігі мен дамуының басты негізі. Қазақстан Республикасының алғашқы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен 1995 Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған болатын. Қазақстан халқы ассамблеясы елімізде бірлік пен келісімнің маңызды символы. Бұл ұйым этносаралық татулықты нығайтуға және халықтар арасында достықты дамытуға бағытталған. Әр этностың тілін, дәстүрін және мәдениетін сақтауға толықтай қолдау көрсетеді. Оның қызметі қоғамда тұрақтылық пен бейбітшілік қамтамасыз етуге үлес қосу. Толеранттылықтың маңызы. Алдымен толеранттылық дегеніміз өзге ұлт өкілінің дінін, салт-дәстүрін, оның айтқандай ұлттық құндылықтан сыйлай білу, оны құрметтей білу. Жалпы толеранттылық қоғамда бейбітшілік пен тұрақтылықтың орнауына ықпал етеді. Ұлттар арасында достық нығайып, өзара сенім қалыптасады. Бұл елдің әлеуметтік экономикалық дамуына оң әсер етеді. Нәтижесінде қоғамда бірлік пен өркендеу артады. Қорытындыға келе Қазақстанда этносаралық толеранттылық пен бірлік елдің тұрақтылығы мен дамуының негізгі кепілі. Көпұлтты қоғамда бейбіт өмір, мемлекет саясаты адамдардың өзара құрмет арқылы қалыптасады. Қазақстан халқы ассамблеясы этносаралық келісімді нығайтуға маңызды рөл атқарады. Бірлік пен сыйластық қақтығыстардың алдын алып қоғамның дамуына ықпал етеді. Әрбір азамат бірлікке үлес қосу арқылы елдің болашағын нығайта алады. Жалпы менің ұсынысым білім беру жүйелерінде мәдени әртүрлік өзара құрметке арналған сабақтар мен тренингтер өткізу. Жалпы 22 наурыз түркі елдері мемлекеттің ортақ мерекесі болғандықтан олар жыл сайын бас қосып осы наурыз мейрамын бірге тойлайды. Сол секілді өзге ұлт өкілдерімен басқа да мейрамдарды жоспарлап, сол мейрамды тойлауға қажет. Яғни ол толеранттылықты дамытуға үлкен өз үлесін қосады. Және де ай сайын немесе апта немесе даже болмаса жыл сайын осы толерантты дамыту мақсатында түрлі іс-шаралар, жәрмеңкелер өткізу қажет. Жалпы менің оқыған 24-ші білім беру лицейінде жыл сайын осындай 1 мамырға арналған ұлттар күніне арналған іс-шара ұйымдастырылады. Бұл іс-шарада әр класс, әр сынып белгілі бір ұлтты этносты таңдап алып, сол ұлттың дәстүрін, биін барлығын толықтай түсіндіреді. Салт дәстүрін сол тілде түсіндіреді. Мысалға, біздің сыныбымыз испан тілінде, испан елін алған болатын. Испан елін ол салт дәстүрін барлығын испан тілінде түсіндірген болатын. Және де дәл солай басқа сыныптар да өз салт дәстүрлерін сол тілде толықтай түсіндіріп өтті. Назарларыңызға рахмет. Сонымен осы менің жобам аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет.